көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы көз көру мүмкіндігі шектеулі азаматтарды ас үйге бейімдеу мақсатында Тифло асхана жобасын бастайды. Бүгінгі кезекті шығарылымымыздың қонағы Қазақ соқырлар қоғамының мүшесі, талантты әнші Ақбаев Нұрсұлтан Нұрланұлы келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз. Қош келдік. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз оқырмандарға қандай салаттың түрін ұсынамыз? Бүгін біз оқырмандарға қызылша салатының, яғни үккіштен өткіземіз. Қызылша керек, сарымсақ, одан кейін сәндік үшін жаңағындай алма, жаңғақ дәндері керек. Енді салатымызды бастайық. Іске сәт. Неден бастаймыз салатты? Біріншіден біз қызылшаны үккіштен өткіземіз. Қызылша, міне үккіш. Қызылшаны сізге Қызылшаны өткіземіз. Қазір мен сізге тәрелкені ұсынайын. Осылай үккіштен өткіземіз. Қызылша негізі Қызылша негізі қанға да пайдалы. Витамині көп. Көкөністердің түрі. Ол бұл жерде қызылшаның пайдасы қан көбейтеді. Сол бізді үйде енді келіншегім анда-санда келіншегім осы қызылша салатын сирек, енді күнде деп айтамаймын, бірақ кей кезде жиі істейді. Біз бұны көбінде анам бар кезінде, өзімізде мейрамдарда істейміз. Мейрамдарда қызылшадан неше түрлі салат істейміз. Оның ішінде жаңағындай осындай салат бар, жаңағындай осындай үккіштен өткіземіз осындай салат. Одан кейін жаңағындай винегрет бар, жаңағындай подшуба дейміз, подшуба бар, сол қызылшадан неше түрлі салат жасаймыз. И одан айтарыңыз. Алма. Оны қалай? Дәл осылай өткіземіз бе, немесе басқаша тураймыз ба? Тураймыз ғой оны. Өйткені бұл сәндік үшін ғой. Сәндік үшін, дәмді келтіру үшін. Дәмді келтіру үшін. Бұл алманы неден пышақпен төртбұрыштап тураймыз. Оны майдала төртбұрыштап тураймыз. Бұны үккіштен өткізсең, ол үккіштен өткізгені болмайды. Өйткені майдаланып кетеді. Мінекей қызылшамыз дайын. Яғни қызылшаны өткізіп болдық үккіштен. Енді бұны былай шетке сырамыз. Сырамызда алманы тураймыз. Алманы әрине тақтай керек. Тақтаймен пышақ. Осы асханада жүрген кезде енді көру мүмкіндігі шектеулі азаматтар пышақпен жұмыс істеу барысында нені ескеру керек? Нені ескеру керек болғанда, бұл жерде қауіпсіздік ережесі міндетті түрде сақталу керек. Кесіп отқан кезінде мынау қолыңызды байқамай кесіп алуыңыз мүмкін. Сол үшін қолды кесіп алмас үшін қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Алманы бірінші екіге бөлеміз. Одан кейін мынаның бас жағы қажет етілмейтін шығар. Қажет етілмейді. Одан кейін мынаны бүйтіп Бұлай. Міне салатымыз дайын. Яғни алманы салдық. Төртбұрыштап турап салдық. Енді келесі бізде сарымсақ. Сарымсақпен. Бұны қалай істейміз? Бұны жоқ, бұны турамаймыз. Бұны үккіштен өткіземіз. Майдасынан өткіземіз. Үккіштің майдасынан өткіземіз. И үккіш, майдасы, ең майдасы. Ең майдасынан өткіземіз да. Сарымсақ. Осыны былай бейтеміз. Турай береді екен. Сіздің енді біз жақында байқауға қатысқаныңызды білеміз. Жұбайыңыз екеуіңіз отбасылық үлкен республикалық байқауға қатысып, жүлделі орын алып жатсыздар.
байқау туралы айта кетсеңіз, байқауда қандай шарттар болды? Енді байқаудың шарттары ол бұл жерде мысалы мерейлі отбасы болғаннан кейін жаңағы өзіміздің отбасымызбен түскен суреттер керек деді. Одан кейін жаңағы жетістікке жеткен жаңағы марапаттар керек деді. Сол талаптары. Біз арнайы кітапхана қорында бар аспаздыққа байланысты кітаптармен таныстыра өткенді жөн көрдік. Бүгін біз сіздерге әлем халықтарының тағамдары атты осындай аспаздыққа байланысты кітабымызды ұсынбақпыз. Бұл кітап Астана қаласында 2014 жылы Фолиант баспасынан шыққан. Бұл жерде кітапта Италия, Америка, Франция сияқты ірі мемлекеттердің ұлттық тағамдары жазылған. Көріп, фото түрінде де көрсетілген, көріп өздеріңізге керекті мәліметтерді ала аласыздар. Кітапханаға келіп оқысаңыздар болады. Енді жаңғақты өткіземіз. Мінекей жаңғағымыз. Міне. Осыны аламыз да. Майдасынан өткіземіз, майдасынан. Майдасы, қайда майдасы? Міне осы майдасы, осы бергі жағы майдасы. Сосын сіздің әншілік жағыңыздан да танылғаныңызды білеміз. Ән айту өнерінде. Эстрада жұлдыздары әншілік өнері сізге ұнай ма? Әншілік өнері ұнайды. Мен көбіне Мейрамбек Беспаевтың өлеңдерін тыңдаймын. Соның әндері маған ұнайды. Енді бұлай әндері керемет деп айтамын. Мейрамбек Беспаевты үлгі тұтады екенсіз. Үлгі тұтамыз. Өзіңізде ән айтатын өнеріңізді оқырмандарға паш етсеңіз. Яғни қазір мен сіздерге бір дос туралы бір өлеңді айтып берейін. Мейрамбек Беспаев және Ғазизхан Шекербеков. Дүниеге келмей қайда келесің, өмірдің білдім майдан егесін. Достың алдында адал болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің. Басыма бүгін бақта қонады, тастай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап, ақтап алады. Бұлттанып тұрып күндей күремін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Бұлттанып тұрып күндей күремін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Рахмет айтамыз, керемет. Келесі енді бізде жаңғақты өткізіп болды. Енді осыны саламыз. Жаңағындай осы тақтайды алып тастаймыз. Әзірге керек емес, тақтайды аламыз. Яғни осыны араластырамыз енді. Араластырамыз. Мінекей мынау несі. Өзіңіз араластыра аласыз. Үлкен тысқа етіп саламыз. Сізге көмектесейін. Осылай үлкен тысқа саламыз. Араластыру керек шығар. Май ма немесе мінекей майонез ба? Майонез қосамыз, ол міндетті түрде, өйткені соңында ол жаңағындай біз сәндік үшін не істедік қой, жаңа алманы. Алманы сәндік үшін не істегеннен кейін оның үстінен жаңа майонезбен тағы сәндейміз үстінен. Майонезбен араластырып, сонда дәмін келтіреді майонез. Мінекей енді осы салатымызға майонез қосамыз. Майонезді қосып араластырамыз. Қаншалықты қосамыз? Енді көлеміне қарай ғой, енді мынау мысалы осы салатта мысалы қанша істедік, сонша көлеміне қарай. Көп қосудың қажеті жоқ? Көп қосудың қажеті жоқ, өйткені мынау өткізген жаңағы қызылшамыз бар, оның бәрі өзінің дәмі болады, дәмін келтіреді салаттың. Енді осының бәрін араластырамыз, осының бәрін. Ендеше мінекей құрметті оқырмандар, қызылша салаты дайын болды. Нұрсұлтанда мінекей дәмді, көкөнісі өте пайдалы қызылша салатын бізге әзірлеп берді. Сізге көп рахмет. Егер де сіздер де осындай салат түрлерін жасауға
қызығушылықтарыңыз болса, осындай тағамдардың қоспаларын Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өздері қамтамасыз ететінін ескертеміз. Енді сізге рахмет айтамыз. Отбасыңызға бақыт, береке тілейміз. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Өйстіп салаттың түрлерін жасап, келіншегіңізді қуантып жүре беріңіз. Арнайы кітапханадан кішкене ғана сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат ет. Мінекей тәттіміз бар арнайы, келіншегіңізбен отырып шай ішіп, осы күнді еске алып отырмыз. Сізге көп-көп рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Осындай жобаларымыз көбейе берсін. Кітапхана Жамбыл облыстық көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының осындай жобалары ары қарай дами берсін деп тілеймін. Сізге де көп рахмет. Енді құрметті оқырмандар, біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар.